Сәлем достар, мен бүгін сіздерге тағы да бір видео түсірдім. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, маған мотивация беріп, сабақты басынан аяғына дейін қарап, сондай-ақ достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сабақтың тақырыбы Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. 1783 және 1797 жылдардың аралығын қамтыды. Бұл сабақта Ресей империясының отаршылдық саясатының себеп-салдарын анықтайтын боламыз және халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресіне, оны басқарған көтеріліс басшыларының рөліне тоқталамыз. Көтерілістің шығу себептері қандай болды? 1773 және 1775 жылдардың аралығында патша үкіметінде отарлық езгіге қарсы Пугачев басқарған шаруалар көтерілісі болды. Осы шаруалар көтерілісінің негізгі мәселесі жер мәселесі болды. Бұл көтеріліске қазақтар да қатынасты. Себебі Пугачев қазақтарға патша үкіметінің тартып алған жайық бойындағы жер менен суды қазақтарға қайтарып беруге уәде берді. Сондықтан қазақтар Пугачевтің көтерілісіне қатынасты. Пугачев көтерілісі басылғаннан кейін патша үкіметінің күшсіз қазақтарының көшпелі қауымына отаршылдық езгіні күшейтіп жіберді. Біріншіден, шекара шебінің ішкі жағына, яғни оң жағалауына уақытша өткен қазақтарға қойылатын талап тым қатаңдай түсті. Талап бойынша кез келген қазақты оның кездейсоқ бір руласы жасаған құқық бұзушылық әрекеті үшін ұстап алып айыптауға болатын болды. Екіншіден, Орал казак әскерлері тарапынан бұрынғысынша дала төсіндегі әскери іздестірулер тоқтатылмады. Әскери іздестірулер дегеніміз не бұл? Бұл жаңағы Пугачев көтерілісіне басқарған адамдарды іздестірді. Үшіншіден, Нұралы ханның және оның төңірегіндегілердің беделі жыл өткен сайын төмендеді. Нұралы ханның өзі патша үкіметінің қолындағы қуыршаққа, қолшоқпарға айналды және қазаққа мал жайылымына жер жетпей жатқан өзінде ең шұрайлы жерлерді ханның отбасындағылар өздері бөліске салып алды. 1782 жылы патша үкіметі жаңа жарлық шығарды. Бұл жарлық бойынша су көздері жанынан қыста мал айдауға ол жерлерді жалға алғанда ғана рұқсат етілді. Қазақтар жерлерінің қазақтарға жалға берілуіне тыйым салынды. Жалға алынған жер үшін қазақтар ақы төлеумен бірге аманат қалдыруға да тиіс болды. 1782-1783 жылы жайық бойындағы жайық казактарының озбырлығы күшейіп кетті. Олар ішкі жақтағы қазақтардың 4000-нан астам жылқысын күшпен тартып алды. Және бұл жылдары қазақтарда жұт болды. Жұттың нәтижесінде қазақтардың 10.000-нан астам жылқысы мен сиыры қырылып қалды. Кіші жүздің шекара шебіндегі қазақтардың қозғалысы азаттық қозғалысына айналды. Бұл ұлт азаттық қозғалысты кіші жүздің байбақты руының старшыны, шебер дипломат, әскери қолбасшы әрі көрнекті ұйымдастырушы Сырым Датұлы басқарды. Сырымның өзі денелі, күшті, талай ерлік істерімен танылған қайсар өр мінезді адам болды. Көтеріліске қарапайым көшпелі қазақтардың едәуір бөлігі, старшындар, билер, батырлар, сондай-ақ сұлтандардан шыққан атақты Айшуақ сұлтанның ұлы Жантөре де қатынасты. Көтерілістің мақсаты ғасырлар бойы қалыптасқан жерді пайдалану жүйесін қалпына келтіргісі келді. Орал казак әскерлерінің, яғни жайық казак әскерлерінің қазақ жерлерін басып алуын тоқтату болды және Нұралы хан мен оның сыбайластарының озбырлығына шек қою болды. Ұлт-азаттық күрестің негізінен 3 кезеңі болды. Бірінші кезең 1783 жылдан 1786 жылға дейінгі кезең. Екінші жаңа кезең 1792 менен 1794 жылдардың аралығын қамтыса, ақырғы кезең 1797 жылы қамтыды. Көтерілістің алғашқы кезеңіндегі үш оқиғаға тоқталсақ, 1783 жылдың көктемінде қазақтар Орал шекара шебіне шабуыл жасады. Қазақ жасағы Герел бекінісіндегі сарбаздарды тұтқынға алып, малдарын айдап кетті. Екінші, 1785 жылы қазақ жасақтары төменгі Орал шекара шебінің аймағында патша үкіметінің әскерлерімен кескілескен шайқасқа түсті. Сырым Датұлы басқарған 2700 сарбаз болды. Старшын Барақ 2000 сарбазға, Тіленші Батыр 1500 сарбазы бар жасаққа басшылық етті. Бұларға қарсы казактардың 3 отряды жасақталды.
Үшінші, бұл көтерілісшілердің басты бағыты, мақсаты бұл Нұралы ханды хандықтан тайдыру болатын. Сөйтіп 1785 жылы кіші жүз старшындарының съезі өтіп, Нұралыны хандықтан тайдыру туралы шешім қабылдады. Нұралы хан 1786 жылы кіші жүзден біржолата қуылды. Ол ендігі жерде патша билігінің қамқорлығына алынып, Уфаға жер аударылып, сол жерде көп ұзамай қайтыс болды. Нұралы хан тақтан тайдырылғаннан кейін кіші жүзде қазақтарды басқарудың жаңа жүйесін ойлап табу керек болды. Сол кездегі Орынбор генерал-губернаторы Эйгельстром бұл хан билігін реформалаудың жобасын ұсынды. Бұл реформа бойынша хан билігін толығымен жою керек болды. Оның орнына Орынбор шекаралық сот құру керек болды. Бұл Орынбор шекаралық соты деген мағынасы сұлтандарды биліктен тайдырып, оның орнына ру старшындарының билігін жоғары көтерді. Шекаралық сотқа 6 ру старшындары сайланатын болды. Яғни бұл сұлтандар менен старшындардың арасындағы алауыздықты, билікке таласты туғызды. 1792 жылы ұлт-азаттық көтерілістің екінші кезеңінің басталуына түрткі болған оқиға Орал қазақтарының атаманы Данскоптың 1500 казактар менен қазақ ауылдарын ойрандап, адамдарды тұтқынға алып, малдарын айдап кетуі болды. 1792 жылы Сырым датылы құрамында 1000 сарбазбенен Елек қорғанысына шабуыл жасады. Содан кейін Красногорск бекінісіне шабуыл жасады. Бірақ бұл бекіністер мықты бекіністер болды және қорғанысшылардың мықты қарулары болды. Сондықтан көтерілісшілердің жоспары жүзеге аспай қалды. Ұлт-азаттық көтерілістің ақырғы кезеңінің себебі 1796-1797 жылдары тағы да қыс кезінде жұт болды. Сондай-ақ бұл кезде Есім хан болды. Есім ханның салықты көбейтуі де көтерілістің қайтадан ұштасуына себеп болды. 1797 жылдың көктемінде Сырым датылы бастаған жасақтар хан ордасына шабуыл жасап, Есім ханды өлтіреді. Бұған жауап ретінде патша үкіметі қазақ даласына жазалаушы отрядтар жіберді. Кіші жүзде Есім хан өлтірілгеннен кейін хан тағына талас басталды. Эйгельстром кіші жүзді басқару үшін хан кеңесін құруды тапсырды. Ал сұлтандардың бір бөлігі Нұралы ханның баласы Қаратайды хан сайлады. Эйгельстром ұсынған хандық кеңесте төрағасы Айшуақ сұлтан болды және 4 адамнан, ол 2 чиновниктен, патша үкіметінің және 2 старшыннан тұратын болды. Егер осыған хандық кеңеске Сырым датылы еніп кететін болса, Сырымның беделінен қорыққан патша үкіметі ақыры хандық кеңесті тағайындамай, оның орнына 1797 жылы қайтадан хан сайлап, Айшуақ сұлтанды хан етіп бекітті. Сырым датылы басқарған көтерілістің орасан зор тарихи маңызы болды. Бұл көтеріліс Ресей империясының отаршылдық әкімшілігіне қарсы ең алғашқы қазақтардың ірі бас көтеруінің бірі болды. Енді жеңілу себептері Сырым датылы бірден 2 күшке қарсы күресті. Бір жағынан патша үкіметіне қарсы, патша үкіметінің отаршылдық езгісіне қарсы, екінші жағынан сұлтандар мен ханның төңірегіндегі топтарға қарсы күресуі болды. Ал көтерілістің нәтижесі 1801 жылы патша үкіметі қазақ руларына жайықтың оң жағасына шығуға өтуге рұқсат берді және 1801 жылы сол жерде ішкі бөкей ордасы құрылды. Сырымның өзі болатын болса, ол Хиуа хандығына өтіп кетіп, сол жақта қайтыс болды. Достар, мен сендерге осы сабақты түсірдім. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.